Қайырлы күн достар, бір жасағаннан керемет болып шығатын кестелі құймақтардың рецептісімен бөлісемін. Бұл құймақтардың бір ерекшелігі айранмен жасалынады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен бір қайтара жақсылап араластырып аламыз. Кейін оның үстіне қантымызды саламыз. Тағы да араластырып, одан кейін тұзымызды және ас содамызды қосамыз. Кейін оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Және айранымызды қосамыз. Айран міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Одан кейін қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Електен өткізе отыра ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бізде комок болмау керек. Егерде сіздерде қою болып кетсе, тағы да үстінен ыстық суды құйып жіберсеңіздер болады. Отқа табамызды қойып, жақсылап қыздырып аламыз да, силиконды щетканың көмегімен майымызды жаға отырып, блинчиктарымызды құйып, жақсылап әдемілеп пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан керемет болып шығатын құймақтардың бірі.